Сіздің енді көптеген жаңағы мынау тарихи, қазақи киноларға кеңесші болатыныңызды білеміз. Мың балада кеңесші болдыңыз ғой? Жоқ, мың балада мен онда мына диалогтарын жаздым, редактор болдым. Кеңесші де болдым. Иә, мына бір жағдай ойымда қалыпты. Қателеспесем осы мың баланы түсіріп жатқан кезде жаңағы қойлар әкеліңдер деген екен ғой. Сөйтсе сол жердегі заманауи жігіттер миронос қойлар толтырып әкеліп қойған екен де сіз, ей, бұларың не деп баяғының қазақ қойларын алдырған екенсіз. Түзетіпсіз көп нәрсесін, бірақ мен қателеспесем, аруақ деп жауға шабатын жердегі аруақ деген сөз алынып тасталған екен. Рас па? Неге? Ол бүкіл қазақ әу бастан тарихтан батырлар солай шапқан ғой аруақты. Мен енді ол жаздым да, айттым да, бұл енді әлде анау теріс діни ағым өкілдері кірісіп кетті ма? Оны айтсам жылағың біледі. Сол ана теріс діни ағым сол кезде. Солар қарсы ғой осы сөздерге. Сол ғой, мысалы мың балада бүкіл әруақ деген сөздің бәрін алып тастады. Тәңір деген сөздің бәрін алып тастады. Сосын мен режиссермен мына ең соңында мың бала жауға қарсы шабады ғой. Жаңа Сартай деген қолбасшылар жалын сөз сөйлейді. Соны енді мен дайындаймын ғой актерлерді. Жаңа тексттерін беремін да, репетиция жасап, түнімен отырып, олар кәдімгідей оқиды, сосын ойнайды дегендей. Соны әбден сіңіріп. Сол ана жалын сөз жаздым жаңа Сартайдың. Содан ертеңіне съемка басталып, сосын анау атқа мініп тұр жаңағы Сартай. Қазір кім ғой? Асылхан Төлеуов. Ол кезде жап-жас уыздай бозбала. Сосын енді ананы айтып келеді да, жаңағы әруақ деп аттың басын бұрып шауып жөнелді да. Сосын режиссер стоп дейді. Сосын қайтадан қайтарады. Сосын жаңағы неге әруақ деп айтасың? Айтпа дейді. Арасын маған аразуын қарап қойды, мен айтып дейді ғой. Сосын қайтадан. Сонымен бірнеше дуэль болды. Анау Сартай әруақ деп шауып берді. Осы режиссер енді тоқтатты. Нұрсыз істен тоқаны. Неге? Сосын ана мойындады. Менің ішімнен бір күш айтып, осы сөзден кейін мен шығып кетті. Болмайды. Давай, айтпайсың, осындай қылып айтасың. Қандай сөзге алмастырып? Алаш дейміз ғой жаңағы. Әйтеуір алаш, әруақты алашқа ауыстырта береді да жаңағы. Ұрағымыз алаш қой деп, жарайды дейсің. Содан жаңа енді тапсырманы қатаң беріп, сонау жалынды сөз сөйлеп, тағы да әруақ деп шауып жөнелді ғой. Содан енді тоқтатып тастады съемканы. Сосын кәдімгі тоқтатты, ашуланды жаңа. Енді менен көріп жатыр енді сол. Сосын түнгі жататын орнымызға келіп, сосын енді анау түсірілген жоқ кәдімгі. Түсірілмеді енді ертең қалатын болды енді. Содан болмайды енді анау әруақ дейді. Содан кімге сосын біз енді түнде отырып режиссер екеуміз ертеңгі болатын түсірілімді пысықтаймыз. Жаңағы кім не айтады, анау қалай болады, жаңағы бәрі ертең. Сосын мен енді ол бекітілген жаңағы актерлердің сөздерін сол түн ішінде анау актерлердің есігін қағып шақырып жүріп тапсырамын. Жаттап біраздан алып репетиция түнің сағат 1-2 жұмыс істейсің ғой. Ертең 6-да қайт. 3-4 сағат сөйтіп мен 6-да қайтадан не кетесің. Сол енді сағат бір 12 ма, 12:30 ба жаңа режиссер екеуміз ана келісе алмай жатырмыз жаңа әруаққа. Сосын мен айттым, тұқымдыққа бір әруақ қалдыр енді. Мынау тәңір жоқ, жаратушы жоқ, жаратқан жоқ. Түк қалмады ғой. Енді әруақ деген ол код. Өзі әруақсыз ол заманда болмайды. Жоқ болмайды. Сосын мен отырып алдым, жоқ. Бір әруақты қалдыру керек. Оны айтсын. Енді ертең халыққа не бетін қайтесің? Мына халықтың қанын қоздыратын нәрсе. Бұл оятады, бұл код. Жоқ, содан жаңағы сол кездегі қазақ фильмінің президенті кімге звондады түн ішінде? Аманшаевқа. Сосын айтып жатыр осындай деп енді. Мен таңғалып отырмын. Тура жанымда отырып айтып жатыр осындай маған. Күн көрсетпейді. Дегендей. Сосын анау берді, өзіміз жаңағы қазақ фильм президенті Ермек Аманшаев. Неге бөгет жасап жатсың деп ше маған. Осы мен де жылап қоя бердім енді. Осындай тұқымдыққа бір әруақ қалдырып десе болмайды. Сосын ол кісі тосылып қалды. Деп жаңағы. Енді ол болмайды ғой, біздің енді бүкіл тарихымыз әруақтан тұрады ғой.
анау тәңір деген жарайды жоқ. Тағы не? Жаратушы деген жоқ. Көк тәңір деген мүлде. Сосын берші деді. Сол мына жерде екеуі ұзақ сөйлесті да, сосын қайтадан маған трубканы берді, сосын айтты. Ай, Ерлан, мына режиссерға кедергі келтірме деді. Сосын мен қолым сылқ ете қалды. Сосын үндеген жоқпын. Енді сенің тікелей бастығың сөйтіп тұрса, енді сен кім болмайды? Сосын мен таңертең есіктің алдына шықтым, такси ұстап Алматыға. Кино түсірілуге бір апта қалған, бітуге. Сонымен жаңағы әруақсыз шықты ғой. Сонда сені қорғайтын бір адам жоқ та.